Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Амина, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай өте керемет, өте жұмсақ және өте дәмді шығатын оладьи жасаймын. Видеоны аяғына дейін қараңыздар. Ең алдымен керекті заттарды дайындап аламыз. Жұмыртқаны салып, қантпен араластырамыз. Венчиктің көмегімен немесе миксердің көмегімен араластырсаңыздар да болады. Енді сүт қосамыз және де қаймақ саламыз. Барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Енді барлығы біркелкі болғаннан кейін ұн саламыз. Онда 2 немесе 3 бөлікке бөліп саламыз. Барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Егер қамырларыңыз осындай қою болып қалатын болса, аздағандай су құямыз. Барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Мінекей, қамырымыз дайын болды. Енді су май қосамыз. Өсімдік майын. Қамырымыз осындай қою болу қажет. Енді ас содасына аздағандай уксус қосамыз. 1 шай қасық ас содасына 1 немесе 1,5 шай қасық уксус қосамыз. Осыны қамырымызға қосамыз. Және де уксус пен ас содасының реакциясы кеткенше барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Қамырымыз мінекей осындай қою болу қажет. Енді бетін орамалмен жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Оның арасында табаны газға қойып қыздырып аламыз. Мінекей қамырымыз дайын. Енді қыздырылған табада, майланған табада пісіріп аламыз. 1 немесе 1,5 қасықтан құямыз. Мінекей барлығын құйып болдық. Аздап асты піскеннен кейін келесі бетін аударып екінші жағын пісіреміз. Дәл осылай барлығын қайталаймыз. Мінекей оладьиларымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Амина. Келесі кездескенше сау болыңыздар.